Әулетіміздің үлкендері, туған туысқан бауырлар, туысқандарымыз барлығы сіздерді күтеміз деп, нағашыларым, аяғынан тұтты достарым, бұл сіңілерім менің көзіммен, ағымен қарасы, бақытты болсын. Ал аяулымыз жас, құдағай, жақсысын асырып, жаманын жасырасыз. Сізде 6 қыз беріп, қандай күйде жаныңызды шүберекке күйіп көргенсіз. Осы аяулымды, әулетіміздің аяулы анасы, ақ жаулықты әжесі етіп тәрбиелеп шығару осы сіздің қолыңызда. Біз Нұрмаханды өз ұлымыздай қабылдадық. Арзуман баламыздың өзіне боламыз. Бақытты болсын. Енді аяулым осы әулеттің жақсысын асырып, жаманын жасырып, бізге тек жақсы жағын көрсетіп, менің әкем, анам, ағаларым, жеңгелерім барған кезде құдам мен құдағайым міне сенің сыйың үшін төрге шығарып, күтіп, қуанып қайтып, марқайып қайтатын болсын. Маған жылап тұрып айтады. Өте ақылды сіңілерім. Ақылына ақыл қосасыз. Өте менің ашты алақанымда, жұмса жұдырығымда өскен қыздар. Осы әкеміз бен шешеміз марқайып жүрсін деп, міне кірпіштің өзі тасып, менің ертең ата-аларым, енелерім, жұртым осы шаңырақта марқайып отырсыншы деп маған көмектесіп, енді жас болса да ары қарай алып кетеді, аяулымға сенеміз. Жүзі жылдан түгілі ме дейді ғой, жүзі жылдан барлық құда-құдағайлар өте керемет, ризамыз сіздерге. Алғашқы құдамыз да сізге өте керемет сіздер. Әйтеуір міне жүрегімізде келген үшін ағам бар. Күтіп жатырмыз, риза болыңыздар. Енді менің жұдырықтай жүрегімдегі барлық жұдырықтай жүрегімде менің бауырларыма деген барлық тілекті тілеймін, жақсы көремін. Нұрмахан күйеу балам. Негізі енді күйеу бала деген атым бар, бірақ осы әулеттің ұлысың. Міне Бақылар, Жұмабек, Нұрмахан, бізге тағы ұлдар қосылып жатыр. Кімнің күйеу баласы деген кезде міне осы әулет